6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі жұмбақ жерлерде небір таңғажайып қазыналар жасырылған. Қазына іздеуге аттанайық. Жас саяхатшылар оларды қорғау үшін қауіп-қатер мен тылсым жайттарға тап болады. Саяхатқа дайындалыңдар. Біз қазына іздеушіміз. Қазына іздеушілер. Соңымнан еріңдер, мен қалай қарай жүру керегін білем. Сен 1 сағат бұрын солай дегенсің. Осы жолмен жүре берейік, сонда бұл жерден тез шығамыз. Картаны төңкермей дұрыстасаң, Мактың адасуы. тез шығар едік. Біз әбден адастық. Қап, не болды? Не дегін келіп тұр? Сен қалай қателесіп жүрсің? Білмей қалдым. Ойлап қараңдаршы, күлкілі, иә? Катманду профессор бізді Родентияның жоғалған лабиринтін іздеп табуға жіберді. Ал біз жоғалған лабиринттің ішінде адасып жүрміз. Лабиринттің ішінде адасып жүрсек, жарғанатпен ойнап тұрғаның не? Жарғанаттар жолды жақсы бағдарлайтын қабілетке ие көрінеді. Бұл бізді осы жерден алып шығады, солай ма, кішкентай досым? Бізге көмектесесің ғой, иә? Досым? Жарғанат сенің не дегенді түсініп тұрған жоқ. Түсінгенде қандай? Жақсы түсінеді. Қане, бізге жол көрсетші. Қане? Бер кел, Жарғанат. Саған тағы банан берем. Картаны бер ғане. Қап. Немене? Тағы не білдірдің? Сендерге не болды, достар? Ол бізге шынымен көмектесетін шығар деп ойладым. Алайда енді түсіндім, ол болмашқана қате жіберді, бірақ қатенің аты қате. Солай ма? Біз қазына іздеушіміз, қателесуші емеспіз. Бірақ бәрде қателеседі ғой. Осет қабат деген ай бұл жерден шығудың бір амалы болуы тиіс. Мен де бұл жерден шығатын жолды іздеп жүрмін. Шығатын жер қайда екен? Бұл жерде емес, бұл жерде де емес, бұл жерде де емес. Таптым, мына жерде екен. Я, мына жерде. Бәрі қателеседі ғой, Мак. Болмашқана қате. Қателесу қалыпты жағдай, Мак. Мен қателеспеймін. Мен мүлде қателеспеймін. Мына жолмен жүрсем бекен, әлде ана жолмен жүрсем бекен. Қап кешігетін болдым ау. Біз қай жердеміз? Біз осындамыз, осы жердеміз, осындамыз. Біз осы жерде болуымыз керек және осындамыз. Жарайт. Маған осындамыз деп қай жерді айтып тұрсыз? Соны білейін деп едім. Мені мүлде шатастырып жібердіңіз ғой. Шатастырмауға тырысайын, кішкене тынығып алайыншы. Сен бландерлеттесің, қателесуге болмайды. Сізді енді түсінген сияқтымын, ал Бландерленд деген не? Басты Бландерлендтен үйге қалай барамын? Қалай? Мен сенің не айтқың келген түсінген сияқтымын. Бірақ бұл сұрақты маған емес, патшайымға қойғаның дұрыс деп ойлаймын. Ал патшайымды қайдан іздеймін? Патшайымды іздеп табу керек. Қай жолмен жүрсек екен, қай жақпен, білмеймін, енді қайттық, білмеймін, мені кетуім керек. Бландерленд деді ме? Жарайды, патшайымды іздеп табайын. Мип, мо? Мен сайқымазақпын. Мен сайқымазақ емеспін. Мен сайқымазақпын. Мен сайқымазақ емеспін. Сендер қазына іздеуші емессіңдер ме? Қателестің. Ал мен мүлде қателеспеймін. Мүлде. Ай, қайдам. Балық ұстау ойынын ойнасақ қайтеді? Балық аулау ойыны сияқты ма? Балық ұстау ойын тура балық аулау ойын сияқты. Атауларында ғана ерекшелік бар. Және бірнеше ереже бар. Картаны аласың. 20-ға дейін санайсың. Немесе 17-ге дейін. 12 жетеді. Тағы біреуін ал. Король болса, онда сен жүресің. ал басқа карта болса, Мұндағы валеттердің бәрі патшайым деген сөз. ал патшайымдардың бірі валет. Екілік үштік болады. Ал үштік төрттік болады. Бестік алтылық, ал жетілік. Сегіздік болады. Сонымен дайындалыңдар, ережені білесіңдер. Балық ұстау ойынның ережесін білеміз. Тағы бір ереже бар. Ойынды тоқтатуға. Қателесуге болмайды. Бір карта ал. 20-ға дейін сана. 1, 2, 2-2-ден сана. 2, 4. Олай емес. Бізге қарап сана. Сайқымазақ емес 20 ма? Қате. 12 ме? Бұл да қате. Басқа карталайын ба? Қателестің.
Бірақ мен... Енді айыппұл төлеуге тиіссің. Менде 10 карта бар, бұл дегеніміз. Балық тұста. Мен балық ұстай алмайтын сияқтымын. Немене, сенде балық болмаса, балық тұста ойыннан шығасың. Я? Қателестің. Сен бәрін бүлдірдің. Кешіріңдер, мен бүлдірейін деп ойлағам жоқ. Онда бір ғана амал бар. Балық тұста, балық тұста. Балық тұста, балық тұста. Патшайымды қайдан іздеп тапсам екен? Бұл жерде қателеспеу мүмкін емес екен. Ей, тұра тұрыңдар! Кешіріңіз, патшайымды қайдан іздеуге болады? Кат профессор? Мен профессор емесмін, мен Чеширден келдім. Чешир мысығымын. Қателесі оңай, бірақ қатенің аты қате. Иә. Тағыма, мұнда келмеуім керек еді. Әбден қателестім. Иә, қателескенің айдан анық. Ендігәрі қателеспегенің дұрыс. Өйткені бұл өрескел қате болады. Бәлкім патшайым... Патшайым қателескенді ұнатпайды. Және сен мұнда қателесіп келген болсаң, патшайым оны қалай да түзетеді. Көр де тұр. Нені меңзеп тұрсыз? Мен бе? Ештеңені. Мен жақсы мысықпын. Көрдің бе? Жақсы мысықпын. Жүр, сені патшайымға ертіп барайын. Алақай. Көк түс қызғылт сары түс. Ал қызғылт сары түс көк түс болса, сен мен, ал мен сен болсам, сиырлар мияуласа, ал мысықтар мөңіресе, менің қалтамда не бар? Қалтаңызда не бар? Немене? Онда шаруаң болмасын. Неткен дөрек едің, сен тағы қателестің. Меніңше қалтаңызда ештеңе жоқ. Я, енді жөн. Дұрыс жауап бердің. Ендеше айтып қояйын, қалтамда ештеңе жоқ. Қалтамда сен ойлағанда ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Маған патшайымды қалай іздеп табу керегін айтыңызшы. Дұрысы, сені патшайымға жіберейін. Балық тұста, балық тұста. Балық тұста. Балық тұста, балық тұста. Бландерлендтің мәртебелі патшайымына бас иіңдер. Сіз мәртебелі патшайымсыз ба? Сен білмеуші ме едің? Патшайымды тергеуге болмайды. Өйткені ол қате. Мен қателесейін деп ойлаған жоқпын. Ал мыналар маған қателестің дейді. Мені кінәлай береді. Мен бар болғаны келген жағыма қайтсам деймін. Айып етпеңіз, мәртебелім, қателіктерім үшін шын мен өкінемін. Сонымен мойындайсың ғой қателесуші. Басын алыңдар, қане! Жоқ! Жоқ! Айтайын дегенім бұл емес ет, айтпағым жазалаңдар бұны. Дереу қателесушілер бөлмесіне апарыңдар оны. Қателесушілер бөлмесіне? Бұл наубайхана сияқты жер. Ол жақта тоқаш пісірмейді, жазалайды. Біз қателесуші емеспіз. Қателестің, Мак. Қателеседі. Болмашы, қате кетті. Мак. Ұйықтағаныма қанша уақыт болды? 1 минуттай. Соның өзде жетіп жатыр. Ол жақта ақ кесіртке болды. Сосын ұшатын акулалар бар екен. Мен патшайымға айналып кетпін. Және осы қалпында да жүр екем. Содан соң мен... Кешіріңдер, қателескендерің үшін сендерге ұрыспауым керек еді. Бәрін сіндім. Қателескенде тұрған ештеңе жоқ екен. Мен де қателесем. Мәселен, әлгінде телефонды қуаттауды ұмытып кеттім. Негізінде бірнеше рет ұмыттым. Я, неге сонша қарайсыңдар? Жай әншейін, Мак, бәрде қателеседі. Ей, көлбеңдеп ұша бермеш. Меп, тұра тұр, маған бұрау келді. Мен енді түсіндім. Жарғанаттың бізге расымен де көмегі тиер еді. Оған лабиринтті жоғарыдан суретке түсіртіп алуға және сол суретті картамыз ретінде қолдануға болар еді. Табылған ақыл екен.
білезік сағат белгілі бір биіктікке көтерілгенде суретке түсіре алатындай етіп жабдықтар еді. Ал мен миптің білезік сағатын ашылған бананды жағып қояр едім. Ал жарғанат білезік сағатты біз ойлағанды ұстап алар еді. Жарғанат оны ұстаған күйі ұшып кетер еді. Соң ол білезік сағатқа жабысып қалған бананды жеп қояр еді. Содан соң білезік сағатты біз ойлағандай тастай салар еді. Білезік сағат төменге қарай құлап келе жатады. Сосын ол лабиринт суретке түсіріп алады. Керемет карта шығады. Біз қателеспегенде мұның бірде-бірі ойымызға келмес еді. Олы өнер тапқыштардың да қателіктері болады. Олар керемет дүние ойлап таппас бұрын қателеседі. Қане достар, жүріңдер сыртқа шығып ойнайық. Иә, Мак, маған айтып берген түсің тура өңіңдегідей болыпты ғой, иә? Я, рас менде өңімдегідей болды. Таң қалдым. Кейбіреулер өмір бойы ұйқылы ояу жүрсе, тағы біреулер көрген түстер арқылы ой түйеді екен. Жақсы түс көріп, қателесуден қорықпамақ. Түсіндім. Рахмет. Оқасы жоқ. Достар, балалар бізді көріп отыр ма? иә. Олар көріп отыр. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2020 жыл.